Ұлылар уақыт таңдамайды. Олар ұрпақ санасында мәңгілік өмір сүреді. Абайдың бала кезінде туған шешесі Ұлжан мен рухани нәр берген әжесі Зеренің қолында өсіп, оған үлкендердің Телғара деп ат қойғаны еске түседі. Кейін өз халқының ауыз әдебиетінің үстіне шығыс пен батыс мәдениетін тел игерген Абайдың әдебиеттегі жағдайы да осы Телғара деген есімге ұқсайды. Абай туып өскен заман, ол қазақ даласының өткенімен әбден қоштас болмаған, жаңамен етене табысып үлгере қоймаған әрі-сәрі шақ еді. Қазақ хандықтары құлады, отаршылдарға қарсы қаһар байқатқан ереуіл рухтың еңсесі жығылды. Патша үкіметі даланың сан ғасырлар бойы қалыптасқан көне жол жорасын, ел билеу үрдістерін сатылап күйретіп, өлкені билеудің өзгеше тәртібін енгізе бастады. Баса көктеп кірген озбырлықты, уақытша үстем етіп тұрған өнер білім екенін түсінген Құнанбай, 10 жастағы Абайды Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесіне әкеліп, оқуға береді. Медресе тәрбиесінде жүрген жас шәкірттің ойындағы жұбанышы, жүрегінде шын сүйетін жандары жалғыз ғана Әзірет Әлі, пайғамбарлар болмай, солармен қатар Науаи, Сағди, Қожа Хафиз, Физули сияқты ақындар болғанға ұқсайды. Физули, Шәмси, Сайхали, Наваи, Сағди, Фирдауси, Қожа Хафиз, Бұхаммаси, мәдәт бер я шағири, фарият. Жасы 13-ке толғанда, ерекше талапты жас шәкіртке ой сезімнің бетін ашып келе жатқан оқу тәрбиенің есігі жабылады. Себебі, Абайдың жас шағында әкесі Құнанбайдың досы азайып, дұшпаны көбейеді. Сол дұшпанға қарсы тұрып, қолғанат боларлық баласы мен інісі болмаған соң, Құнанбайдың басына жалғыздық түсе бастайды. Сонымен 13 жасар Абай әкесі берген бетпен ел сөзіне кіріседі.
осы билік жолында жүріп, Семей қаласының уез жандар алпылықтарынан анағұрлым жоғары тұрған, саяси іспен жер ауып келген Михаэлис, Долгополов, Гросс сияқты зор білімдері бар кісілермен таныс болады. Солардың мәжілістерінде болу Абайға бұрынғы уақытта шала біліп жұта алмай қалған білім кемістігін қайтадан сездіреді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Әйтсе де Абай 30-дің ішінен бастап Европа оқымыстыларының көп кітаптарын оқып, 40-қа таман келген уақытта бұрынғы дүниенің асты-үстіне шығып өзгеріп, күншығысым күнбатыс, күнбатысым күншығыс болып кетті депті. Сібір және жер аудару деген кітап арқылы патшалық Россияның бостандық аңсаған халық өкілдерін басып жаншудың өрескел жолдарын таңдап алғанын әлемге әшкере еткен американдық саяхатшы Джордж Кеннан аталған кітапқа мәлімет жинау сапарында Семейге соғады. Мұнда Джордж Кеннан жер ауып келген Абайдың орыс достарымен танысып, мәжілістес болады. Абай есімі алғаш рет дүниежүзілік баспасөзде Семей қаласындағы қоғамдық кітапхананың белсенді оқырмандарының бірі ретінде осы кітапта жарияланды. Джордж Кеннан еліне қайтар жолда Ясная Полянаға соғып, Толстоймен жүздескен кезде, әрине сонау қазақ даласындағы Абай рухы мен Толстой рухының ғайыптан кезіккен, өзгеше құбылыс белгімен қиын сапар үстінде ұшырасқан сәуегейлер мен пайғамбарлар рухы секілді үндес, тамырлас, саздас екенін сезген жоқ еді. Абай творчествосында Кавказ тақырыбы үлкен орын алады. Абайдың ұсынған тақырыбы негізінде шәкірт ұлдары Ақылбай мен Мағауия Дағыстан, Шәміл поэмаларын жазады. Дүниенің түкпірінде болып жатқан қайғы қасіретті өз жанынан өткөріп, жеке басының қайғысындай сезіну ұлылардың бәріне тән қасиет. Толстой намысқа алданып, жау қолына өткен Қажымұраттың қайғылы бейнесін жасаса, Абай азаттық үшін аласұрып, халық үшін жан кешті жол таңдаған Шәмілдің тағдырын поэмаға арқау еткізеді. Абай өзінің сүйікті ақыны Лермонтовтың Кавказ туралы жазған топ өлеңдерімен қатар, Толстой соғыс және бейбітшілік романының нәрі, дәні болды деп бағалаған Бородино өлеңінде аударады.
өзіне дейінгі шығыстың ұлы ақындары пайғамбар дәрежесіне дейін көтеріп бейнелеген Ескендірді абай өз поэмасында ел жаулағыш, қанағатсыз етіп көрсетеді. Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен, Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып қарады, оңды солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау алып тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын елдің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрінде бодан қылып, өкіметпен қолына тартып апты. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қаншер, қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп, жарақтанып, есткен елдеріне жүріп кетті. Лев Толстой Генрих Сенкевичке жазған хатында былай дейді. Ежелгі дүниеде Марк Аврелий сияқты қайырымды әміршілері болуы мүмкін еді. Бірақ қазіргі христиандық дүниедегі әміршілері, тіпті өткен ғасырдағы француздың барлық Людовиктері мен Наполеондары, біздің Екатерина II мен Николай I, немістер мен ағылшындардың барлық Фридрихтары, Генрихтары мен Елизаветалары, оларды мақтауға тырысып баққандардың бүкіл әрекетіне қарамастан, жек көрініштен басқа ешқандай сенім тудырмайды. Бұл не деген тамаша өлім, деді Наполеон Болконскийге қарап тұрып. Өзі туралы екенін, мұны айтып тұрған Наполеон екенін князь Андрей түсінді. Бұл адамдарға князь Андрей көңіл бөлмегені былай тұрсын, тіпті аңғармады. Артынша ұмытып та кетті. Басы қатты зеңіп жатты. Қансырауға жақын екенін өзі де сезді. Сезді де жоғарыдан қиыр алыстағы, биіктегі мәңгі аспанды көрді. Әлгі біреудің Наполеон екенін, бір кездегі өз арманы болып жүрген өз геройы екенін білді. Бірақ нақ осы минутта өзінің рухани дүниесімен ақ бұлттары көшкен, әлгі тұңғиық түпсіз аспанның екі арасындағы дүниемен салыстырғанда, Наполеон бұған түкке тұрмайтын болмашы ғана нәрсе болып көрінді. Мың 904 жылы Абайдың тірі қалған балаларының ішіндегі ең жақсы көрген ұлы Мағауия ақын 35 жасқа жетпей қайтыс болады. Абайдың өзі бұл қазадан бұрында өмірден қажып, ендігі тіршілігіне ешкімге керексіз артық нәрседей қарай бастаған еді. Өмір тойдырып болып,
енді барлық мағынасынан арылып, ақыл мен сезімін жалғыздық дертімен құлазытып, тоңдырып тоздыруға айналып еді. Соның барлығының үстіне Мағауия өлген соң Абай бір алуан ауруға айналады. Төсек тартып жатпаса да отырып ауырады. Тірі жанмен сөйлеспей, іштен тынады. Мағауияның өлімінен кейін 40 күн отырып, жаралы ақын өмірде тартқан уларын өз ішіне жиып, өзімен бірге алып, 60 жасында дүниеден көшеді. 1901 жылдың басында Толстойдың «Арылу» романы жарыққа шықты. Бұл роман Толстойдың айналасындағы тартысты ушықтырып жіберді. Сол жылдың 22 ақпанында қасиетті Синодтың қаулысы жарыққа шықты. Онда Лев Николаевич Толстой шіркеудің қас жауы болып есептеліп, одан аластатылғандығы туралы хабарландырылды. Лев Толстой өз ақылына мастанып, тәкаппарлықпен Құдайға және Христостың қасиетті ісіне қарсы тұрып, өрескел әрекет жасады. Сондықтан шіркеу оны өзінің мүшесі деп есептемейді. Жолдықпен хан Ескендір ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дүбірлетіп, қағып, қақпаңды аш деп барынша айқай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді. Күзетшісі сол екен дыбыс берді. Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ. Бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең, мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген, қақпаңды аш, хабарыңды айт, білдір маған, қорлығым өзім туып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар көре алмастың біреу сен, ондай кісі бұл жерге келмейді тең. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйек талады сол. Ханға айтты, қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін, хабардар бол. Бұл адам көз сүйегі деді ханға. Тоя ма адам көзі мың мен санға? Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр, өзіне құм құйылғанда. Мың 1910 жылы 28 қазанда Толстой Ясная Полянадан біржолата кетті. Творчестволық процестің ішінде болып жататын құбылыс бүкіл цивилизацияға, тарихи болмысқа әсер етеді деп түсінген Томас Манн, егер Ясна Поляналық қарт 1914 жылға дейін өмір сүргенде, бірінші дүниежүзілік соғыс болмаған болар еді деп ойлаған екен. Жасабайды алғаш көріп, Шорманның Мұсасы жанындағыларға Мұхаммед ең соңғы пайғамбар еді. Енді пайғамбар тумайды, ағып тұрған бұлақ, екі құлағы шұнақ, кебеже қарын кең құрсақ, құлжа мойын төгірек туады. Айтпай біледі, ашпай көреді. Ол адам ақыр заман адамы. Оның туы ақыр заман белгісі болады депті бір әулие баяғыда. Жаңағы Құнанбайдың қара баласы Ибрахим соның дәл өзі екен депті.
Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айрылмас. Күллі мақлұқ өзгерер, Алла өзгермес. Әхли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті.